Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Құлақ ауруы жайлы айтатын боламыз. Құлақтың түрлі қабынуы кезінде кәрі қыздың тікенекті дәнінен 15 грамм, бюрокиндер шөбінен 10 грамм алып, 250 грамм суға қайнату керек. Енді оны 1 сағат тұндырып, 3-ке бөліп, күніне 3 рет ас алдында ішу керек. Әр күнгі тұнба жеке дайындалады. Тұмау асқынғанда немесе суық тигенде құлақ дуылдап, дыңылдап шаншитыны бар. Кейде есту мүмкіндігі төмендейді. Мұндай кездері 1 стакан суға 1 шай қасық қара бұрышты араластырып қайнатыңыз. Құлақты осының буына ұстау керек. Ал суынған кезде шымшым сумен құлақтың айналасын жуып, ішіне мақта тауып қойған жөн. Бұл емді 3 күн қатарынан қайталау керек. Ем кезінде суыққа шықпай, табаннан да суық өткізбей, дұрыс күтінсе, құлақ суықтағаннан құлан-таза айығуға болады. Күн сайын жатар алдында миндаль майын құлаққа тамызу да жақсы көмектеседі. Тамызып болған соң құлаққа мақта тығып қою керек. Бұл емді жазылғанша жалғастыра берген жөн. 2 құлақ бірдей шыңылдап, басты ауыртып, есту қиындатқан жағдайда укроптың ұрығы мен сабағын қоса ұнтақтап, 2 ас қасығын жарты литр қайнаған суға салыңыз. Осы термосты 40 минут тұндырып, тамақтанардан 15 минут бұрын 1 стаканын ішу керек. Емді 2 айға дейін созуға болады. Құлақтан ірің ағатын жайлар да айта кетейік. Бұл кезде 2% бор қышқылына жылы су қосып құлақты жуады. Содан кейін алоэ жапырағының шырынын таза дәкеге сіңіріп құлаққа қояды. Оны күн сайын ауыстырады. 1 апта ішінде ірің тоқтап, құлақтың ауырғаны басылады. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер.